Алматы қаласы бойынша рухани жаңғыру жобалық офисінің бастамасымен жоғары оқу орындары арасында ұйымдастырылып жатқан дәстүр және ғұрып арнайы жобасының негізінде қазақтың ұлттық тағамдары атты челлендж ұйымдастырылуда. Осының аясында біз сіздерге қазақтың көне тағамы жұтарды ұсынбақпыз. Алдымен ет пен құйрықтың майын майдалап турап, оған пияз қосып, бүгінгі күні түрлі көкөністерді қосып, туралған етімізді дайындап аламыз. Кейін тұзды суға қамыр илеп, оны әбден қандырып жаямыз. Майлап, бұл жерде сұйық майда, болмаса сары майда бола береді. Үстіне дайындалған туралған етті жағамыз. Міне көріп отырсыздар, қамырдың үш бұрышты ішкі жағынан бастап ораған кезде бұл күні бүгінгі орама нан деп аталатын тағамға да ұқсайды. Қариясы бар үйдің қазынасы бар деген қазақ жұтар тамағын көбіне қариясы бар үйлердің келіндері дайындаған. Бұл тағамның жұтар деп аталу себебі де шайнамай жұтуға болатындығында шығар. Осылай қамырға оралған етті қазанға салып, буға 35-40 минут, таза ет пен құйрықтан болған жағдайда 45-50 минут буға ұстап, тағамды пісіріп аламыз. Ал ас болсын.